келгендер. Мына кісіге сөз берейікші, мұнда бір қонақ кіріпті. Айта беріңіз мына юзер. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалдарыңыз қалай? Мен айтайын дегенім мынау бағана жаңа кісі айтып отыр ғой жаңа. Ана біздің үй ұжымда дейді қазақша өтірік оның бәрі. Ешқандай жерде жоқ. Бүгін именно мені жұмыстан шығарды мені. Мен 7 жыл болған істеп жатқаным осы. Қай қаладан? Бүгін жұмыстан шығарды. Алматыдан. Өзім Тараздан болам, туған жерім Тараз, Алматы. Иә, орыстар келді міне. Иә, ресейлік азаматтарды алды, міне 13 адамды алды бүгін. Мен де бармын, басқа да қазақтар бар ішінде. Кім болып жұмыс істедіңіз? Мен құрылысшымын. Мен кафель салам, кафель. Қандай себеп деп түсіндірді сіздерге? Себебі сіздердің ақыларыңыз көп аластар дейді. Аналар аз. Сіздердің ақыларыңыз көп дейді. Иә, біз қазақтар сонда 5.000 теңгеден жасаймыз дедік, біз айттық. Сөйтсек олар деген 3,5 мыңнан жасайды, 2,5 мыңнан жасайды дейді. Ол мен енді білмеймін, бірақ менен басқа қанша адамдар кетті бүгін жұмыстан. Мен өзімді ғана айтып отқан жоқпын. Бірақ айналып келген кезде оның бәрі өтірік, жаңағы қазақша сөйлейді деген, ойбай деген. Наоборот, бұл жақта бар ғой, орысша сөйлейді бәрі орысша сөйлейді. Өзіміздің қазақтардың өздері орысша сөйлеп, қазақша сөйлесең орысша айт дейді. Міне осындай, мен Аллах тұр төбемде, өтірік айтсам, қазақша айтпа дейді, орысша сөйле дейді. Сондай мәселелер бар. Оның бәрі ақиқат. Рас. Келісім шарт жасап бердіңіз дейді, сұрақ қойып отырды елдер. Жоқ, енді келісім шарт емес қой, біз документальный жұмысқа кіргенбіз бәріне басында. Мен 7 жыл болған осы жерде істегенім, осы фирмада. Осы фирмада мен 7 жыл болған. Сава деген фирмада мен істеймін. Сава деген Алматы қаласында, иә? Алматы қаласында, иә. 7 жыл болды мен істеп келе жатқаным. Қазақтар ма, бастықтар? Қазақ, иә, Ерғали деген кісі бастығымыз. Демек, ресейден келген адамдардың сізге кесір тиді ғой. Иә, айта беріңіз. Әрине тиіп жатыр. Маған емес. Бүткіл мен қасымда бәрі қазақтар істеп жатқан.